штативімді алып шам болып кеткен ғой уже. Саламатсыздар ма, достар? Қалай жағдайларыңыз? Біраз уақыт болды видео түсірмегелі. Сонымен бүгін қолға алып отырмын. Енді кішкене қысқа видеодан бастайын дедім басында. Жаңа көрдіңіздер ғой, штативті де аша алмай қалған ба. Кішкене шаң болып тұрып қалды. Құдай қаласа, болашақ видеоларымда не себепті жоқ болғаным, қандай өзгеріс болғанын байқайсыздар, көресіздер, айтып беремін. Ал бүгін асханамнан бастадым. Бірнеше күн болды. Қызым садикке, балабақшаға енді барып үйреніп, отпускіде болдық, 3 ай болды, енді үйреніп жүреді, кішкене ауырды. Температурасы көтеріліп, бала ауырса, үйге де ештеңеге де қараймай қаласың ғой. Сонымен асханам да шашылып, үйде шашылып сөйтіп қалды. Байқап отқанда жаңа асхана құрдық. Сосын пол жаңадан, есіктер, қазір байқайтын шығарсыздар, видеода түсіп қалса, есіктер жаңадан болды. Келесі видеоларда жақынырақ көрсетемін. Енді жоқ болған кезде менде шынымды айтсам, біраз жаңалықтар болды. Қазір демалыстамын. Столдың үстін барлығын реттеп, енді ыдыс жууға кірістім. Мән бермеңіздер, неге плитка төсеуіміз керек, енді Құдай қаласа. Асханамыз сосын кішкене әдем болып қалады, Құдай қаласа. Плитка төсеп болғаннан кейін кішкене іштерін барлығын дұрыстауым керек. Іштері шашылып жатыр. Шашылғанда шашылып тұрған жоқ, андай әр нәрсені бүйтіп салып, организовать ету керек. Организовать дейді ғой енді орысша. Сол ыңғайлы қылып, өзіме әдемі қылып, ашқан кезде де бірден табатындай қылып, соны қолға алу керек. Құдай қаласа. Қалған тамақтар, нелер барлығын тастап, қазір ыдыс жуып тастаймын. Фартугымды киіп алып, ыдыстарды жууға кірістім. Әлі де посудомоечный машинам жоқ. Кухня құрғанмен посудомоечный машина құруға жер қалмады. Сонымен асхананы істеген адам айтты ғой, жер аласыз, сосын сояққа құрасыз деді. Біз хорошо дедім. Сосын Құдай қаласа жері бұйырсын. Ыдыстардың барлығын жуып, бүгін тек қана осы асхананы ғана жинау болады видео.
бірден үлкен видео түсіруге бетім қайтып қалатын сияқты, уже түсіргім келмей қалатын сияқты. Себебі бір видео түсіру үшін 30 минуттық, 20 минуттың өзі мен 1-2 күндей түсірем. Бір күн түсірем, монтаждайм, одан кейін екінші күн оның озвучкасы бар, музыкасы бар, салу бар. Сол үлкен жұмыс негізі. Сосын түсіргеннің өзінде де, например, 20 минуттың жинайтын жерді бір сағаттап жинайсың, штативті былай қою керек, былай қою керек, свет дұрыс түсіп тұру керек деген сияқты. Сол бетім қайтып қалмасын деп, Құдай қаласа осындай кішкентай видеолардан бастаймын. Камераға сөйлеп деген сияқты. Шынымды айтсам, осының алдында 1-2 рет видео түсірдім, камераға қарап сөйлеп, өзіме дым ұнаған жоқ. Байқадыңыздар ма, байқаған жоқсыздар ма, енді бәрі камерадан да көрініп тұрады ғой. Кішкене салмақ қосқанмын, оның да себебі бар. Салмақ қосуымның, Құдай қаласа, жиналып, салмағымды тастап, сіздермен бірге бөлісіп отырамын деген үміттемін. Мен видео түсірмеген кезде, шынымды айтсам, 300 подписчикпен мен видео түсірмей қойған түгімін. Қазір уже 600-ге жақындап қапты, 500-ден асып кетті. Қызық деймін да, видео түсірмесең де подписка бар. Ойлап отырмын да, негізі қызық шығар мүмкін. Бірақ өзім түсірген видеоларымды көре алмаймын, бірақ білмеймін неге екенін. Дамуым керек сияқты, көп нәрсені дұрыс түсірмейтін сияқтымын. Енді андай монтажым, әрине мен профессионал емеспін ғой, ондай оқыған емеспін. Сол монтажды андай күшті қылып, переходтар жасап деген сияқты. Енді Құдай қаласа болашақта сол үйреніп қолға алатын шығармын, көрем. Точно обещаю деп айтамайым, бірақ көрдіңіздер ғой, соңғы видеода ой, мен видео түсірем, мен болды деген кезде жоқ болып кеттім. Құдай қаласа барлығы болады деп ойлаймын. Видеоны, мына ыдыстарды уже жуып тастадым. Енді қазір жолдасым келеді обедке, тамақ істеймін, бірақ оны түсірген жоқпын. Шынымды айтсам, осының өзі де мен мынау сіздерге 10 минуттық видео, мен 1 сағаттай түсірдім, былай қойдым, кішкене қолым шығып қалған ғой енді. Ұзақ уақыт алды, 30 минуттық, 40 минуттық видео түсіріп тастадым. Шынымды айтсам, монтажбен қысқартып, тездетіп, сөйтіп сіздерге 10 минут қылып шығардым. Сол, Құдай қаласа, болашақта видеолар болады деп үміттенемін. Ештеңе, бірақ сіздерге уәде бере алмаймын. Бүгінгі видео қызықты болды деп ойлаймын. Менімен бірге болыңыздар. Мені қолдап кетіңіздер. Рахмет үлкен сіздерге, жаңа подписчиктеріме рахмет. Келіп, қолдап, комментарий жазып жатыр көбін. Ол да маған не ғой, поддержка ғой. Рахмет сіздерге үлкен. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар, қолдап лайк басып кетіңіздер.